Екі таңбалы санда екі таңбалы санға қосудың көптеген әдіс тәсілдері бар. Осы бір видеода барлығын сіздерге кірістіріп түсіндіруге тырысамын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, маған жазылып алуды ұмытпаңыздар. Бірінші ретте 55 қосылған 36 деп тұр. Барлығы екі таңбалы сан, бұларда бірліктер орны және онтар орны бар. Сондықтан бірліктер орнындағы 5 пен 6-ны қосамыз да, онтар орнындағы 3 пен 5 қосамыз. 5-ке 6-ны қоссақ 8, бірақ бұл ондықтар орнындағы 80 болады. Үстінде 5 пен 6-ны қосатын болсақ 11, яғни 80-ге 11-ді қосатын болсақ 91 болады. Бұл есепті енді сіздерге өрнекпен шығарып көрейік. Осы менің айтқан жауабым дұрыс па екен? Өрнекте тәсіл өткен кезінде тура бірліктер орнындағы сан астына бірліктер орнындағы сан, онтар орнындағы сан астына онтар орнындағы сан жазамыз. 5-ке 6-ны қосамыз 11, бірі түсіп бірі ойда жазып қоямыз. Ал 5-ке 3-ті қосатын болсақ 8, сол ойдағымен 9 болады. Жауап 91 шығып тұр. Ал екінші сан 57 қосылған 39 деп тұр. Бұны екінші тәсілмен көрсетейік. Екінші тәсіл, екінші тұрған мәселен 9-дың 10-ға толықтырушыларын 1, соның астына қосып аламыз. Яғни 39-ға 1-ді қосып аламыз да 57-тен осы 1-ді азайтып тастаймыз. 39-ға 1-ді қосатын болсақ 40, 57-тен 1-ді алатын болсақ 56 болады. 56-ға 40 қосатын болсақ 96 шығады. Өрнектеп қосайық. Тура бағанағыдай қосамыз. 9-ға 7-ні қоссақ 16-сы, 6-сы бір ойда, 3-ке 5 қоссаңыз 8, ойдағымен 9. Жауап 96-та дұрыс шығып тұр екен. Келесі 45 қосылған 17 деп тұр. 45-тің 5-ін 10-ға толықтаймыз. Сол кезде 50 болады да, ал осы 5-ті 17-тен азайтып тастаймыз. Демек жауап 12 шығады. Осы жерде 50-ге 12-ні қосатын болсақ жауап 62 шығып тұр. Ал осыны өрнектеп жазайық. 45 үстіне 17 астына жазылады. Бірінің астына бірі. Осы жердегі біріншіліктер орындарын бірінші қосамыз. 7-ге 5 қоссақ 12 х бір, 4-ке 1-ді қоссақ 5, ойдағымен 6. Жауап 62 шығып тұр. Келесі біз 66 қосылған 18 деген есепті шығарайық. Бұл жерде бағана қосыламыз. 6-ға 8-ді, 6-ға 1-ді қосайық. 60-ға 10 қоссаңыздар 70 шығады, астына жазып қоямыз. 6-ға 8 қосатын болсақ 14 шығып тұр. 70-ге 14 қоссақ 84 шығады. Оны да өрнекте көрсетейік. 66 үстіне 18 астына жазылады. Қосу белгісі қою керек қасына. 6-ға 8 қосатын болсаңыздар 14, 4 бір ойда, 6-ға 1 қоссаңыз 7, ойдағымен 8. 26 қосылған 21 деп тұр. Келесіміз бұл жердегі біз 21-дің бірін 10-ға толықтайық. Яғни 9 қосу арқылы. Негізі 26-ны 4-ті қосу арқылы 30-ға толықтырсақ оңайырақ шығады. Бірақ енді бағанағы ретімізден таймайық осы жерде көрсетіп отырмын. 21-ге 9 қосатын болсаңыздар жауап 30 шығады. Дөңгелектеп алдық 30-ға. Ал келесі онда 26-тан 9-ды азайтамыз. 26-тан 9-ды азайтатын болсақ 2 6-ға жетпейді, бір өрім береді, сонда 16 болады. 16-тан 9-ды алатын болсаңыз жауап 7 қалады. 2-нің орнына 1 қалды, жауап 17 қалды. Сосы 17-ге 30-ды қосатын болсаңыз жауап 47 шығады. Ал жауабымыз өрнектеп тексерейік. 26 қосылған 21. Бұл есепті бағанағыдай бірліктер орнына, онтар орнын қосып шығарсаңыздар да тез шығады екен. Келесі есебіміз бізде 23 қосылған 24 деп тұр. Бұны бағанағы бойынша бірінші санды 10-ға толықтайық. Яғни 3-ті 10-ға толықтайсаң 7 осыны қосып аламыз. Екінші саннан осы 7-ні азайтамыз. 24-тен 7-ні азайтатын болсақ 4 жетпейді, бір орын береді 14 болады. 14-тен 7-ні сақ 7, 2-нің орнында 1, соны жауап 17 қалды. Осы 30-ға 17-ні қоссақ 47 шығып тұр. Өрнектеп шығарайық. Бұл да бағанағыдай бірліктер орнына, онтар орнын қосып шығарсаңыздар тез шығатын есеп. Келесі 46 қосылған 19 деп тұр. Бұндай есепте көбінесе сіз бірінші тәсілде емес, мен көрсеткен екінші тәсілді көрсеткен оңайырақ болады. Себебі 10-ға толықтайтын сан жақынырақ, яғни 19-ға 1-ді қосып бала шығара салады. Яғни 18 деп тұрса да 10-ға толықтырып барып шығарған ыңғайлырақ. 19-ға 1-ді қоссаңыз 20 болады, 46-тан 1-ді аласыз 45 болады, 20-ға 45 қоссаңыз 65-тен шыға салады. Ал келесі 75 қосылған 21 деп тұр. Бұндай есеп көбінесе бізде неден бірліктер орнындағы сандардың барлығы 5-тен кіші сан болғандықтан бұны бірліктер орнына бірліктер, онтар орнын қосып шығара салған ыңғайлы. 5-ке 1-ді қоссаңыз 6 болады, 70-ке 20-ны қоссаңыз 90 болады. 90-ға 6 қоссақ жауап 96 шығады. Мына жерде 45 қосылған 18 деп тұр. Бұл жерде әдісті 10-ға толықтырып шығарайық. Себебі 18-дің 8 деген саны бар. 18-ге 2-ні қоссаңыз 20 шығады, 65-тен 2-ні алатын болсаңыз 63 шығады. Осы 63-ке 20-ны қосатын болсаңыз жауап 83 шығады. Келесі есеп бізде 59 қосылған 19 деп тұр. Бұл жерде әрине бірінші санды 59-дің 9-ны 10-ға толықтырған дұрыс. 59-ға 1-ді қоссаңыз 60, 19-дан 1-ді аласыз 18 шығады. Осы тұрған 60-ға 18 қосатын болсаңыз 78 шығады жауап. Есептер өте оңай. Бала қайталап шығару керек. Әр есепке қолданған тәсілді бір тәсілді ғана емес, әртүрлі тәсілді қолданып шығарсақ тез шығады екен. Осыны көбірек шығарып көрсек бала жаттығады, есінде тез сақталады.